Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен криптобазар. Менде бүгін менің портфелім, менде болашаққа қандай план, бізді қыстың соңына дейін крипто рынокта не күтуі мүмкін деген сияқты әңгімелер болады. Былайша айтқан кезде кішкене ванговать етеміз және де өзіміздің портфель жайлы айтамыз. Каналға тіркелмесеңіздер міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойып ұмытпаңыздар. Ең бірінші менің портфелімнен бастаймын бүгін. Портфельде өте үлкен минус, бұл біз үшін жаман жағдай, бірақ шыдауға болады деп санаймын. Неге? 61% крипто рынокта білесіздер, бұл көп емес. 4-5 күнде бұл нәрсе плюсқа шығып кетуі мүмкін. Осыған дейін ондай жағдайлар өте көп болған. Әрине, дәл қазір рынок үлкен, өсу қиын деген нәрселердің бәрі менің ойымша әңгіме деп санаймын. Бізде кеше Layer Zero кішкене плюсқа шыққан болатын. Сол кезде менде ой болды, Layer Zero'ны сатып, қайтадан төмендегенде қайтып кірсем бе деген. Олай ой неге пайда болды? Ең бірінші ол ой, бізде білесіздер, топ 200-дегі, топ 300-дегі монеталар анда-санда 3-4x-қа дейін өсіп, қайтып өздерінің ең төменгі бағаларына келіп жатыр. Менде Zeki, естеріңізде болса, менде Телеграмда пост болған, Zeki центта менде 35%-ға дейін плюсқа шыққан, қазір 56% минуста. Бұл монета 35%-ға дейін плюсқа шыққан болатын, яғни бұл монета 35%-ға дейін плюсқа шыққан болатын, яғни менде $500 дейін Zeki цент жеткен өзі. Ол кезде де менде сатқым келген, бірақ олай жасамадым. Бүгін де, кеше де олай жасамадым. Неге? Себебі мен өзім көп қимылдамаймын деп шештім. Яғни алдыңғы бычкада мен өте көп қимыл жасадым. Сол себепті де менде соңында пайда өте аз болды. Бұл рынокта мен қимылдамауға шештім. Яғни хоть қанша өссін, хоть қанша түссін, мен өзімнің басындағы планда қаламын. Былайша айтқан кезде менде план басында қандай болды? Осының алдыңғы видеоларының бірінде айтқан болатын, менде портфель 2x бергенге дейін, яғни дәл қазір портфель $4,000 болса, $3,716. $4,000 болатын болса, ол портфель $8,000-ға дейін мен қимылдамаймын. $8,000-ға жеткен кезде ғана портфельдің жартысын сатып, өзімнің салған ақшамды қайтып аламын. Қалған $4,000 биткоиннің доминациясы 30-25%-ға түскенге дейін жатады. Яғни ол уақыттарда стартнет мүмкін осы жерден 20x, Zeki цент 15x беру мүмкін басқа монеталар x береді. Бұл монеталар x бермейді. Яғни план менде сондай. Мысалға қазір қарай салсақ болады. Мысалға менде Layer Zero'дан бастаймын. Layer Zero бізде қайда? Zero. Міне Zero өзінің ең төменгі $1-дан $2-3 дейін жетті. Сол кезде менде сатуға план болды. Ол план неден пайда болды, қараңыздар. Бізде Layer Zero'ның өте ұзақ уақыт бойы өте алмай келе жатқан поддержкасы бар. Сол поддержкаға тағы да келіп ұрынды. Поддержка емес, зона деп айтуға болады. Поддержка емес, поддержка астында болады. Бұл зона, короче. Көргендеріңізде бұл зонаға 1 рет келген, 2 рет келген, 3 рет келген, 4 рет келген, 5 рет келген, 6 рет келген, бүгін 7 рет келді. Өкінішке орай бүгін де өте алмады. Сол зонада өте алмағаннан кейін мен ойладым, типа портфель сат жеріп, қайтып түскенге $1,5 қайтып аламын деген. Бірақ ол шешімден кейін бас тартып, қимылдамайын деп Layer Zero'ны шорт аштым. Яғни көргендеріңізде осы жерлерде $2,25-2,24 шорт аштым Layer Zero'ны. $1,5 take profit тұр, стоп лосс менде көргендеріңізде бұл зонаның үстінде тұр, яғни $2,6 тұр. Енді $2,6-ға қойғам, примерно осы жерлерде стоп лосс тұр. Енді мен осы шортты плюсқа жауып алсам, сол жетеді. Яғни Layer Zero $1,5 дейін келетін болса, мен фьючерсті айтсам плюс кетеді, ал жоғарыға кететін болса, әрине менің спотым плюсқа болады. Мен енді take profitті просто қайтып өзімнің сатып алған зонама қоя салам. Көргендеріңіздей, сол кезде Layer Zero ары қарай көтерілетін болса, мен ештеңе жоғалтпаймын. Әрине $1,5-ға мен ойымша бармауы мүмкін, себебі көргендеріңізде бізде 1.74-те кішкене зона бар. 1.74-тен кеше откат обратно кетті. Бүгін мен ойымша объемдар бар, қайтып жоғары қарай кету керек. Zeki центта да дәл осыған ұқсас жағдай болған болатын. Міне Zeki цент қарасақ, ең қазіргі төменгі зонасында жатыр.
көргендеріңіздей 0,028 бізге Зикетинг 2 есе өсім көрсеткен, 202%. Сол кезде менде портфельде Зикетинг 35-36%-ға плюсқа шыққан. Менде телеграмда пост бар, кірмесеңіздер кіріп қарасаңыздар болады. Ол кезде әрине менде сатуға деген ой да болмады, себебі бізде ары қарай пост поддержкадан өтсе ары қарай кетеді деген ой болды. Өкінішке орай Зикетинг қайтып өзінің ең төменгі зонасына қайтып келді. Әрине ары қарай криптода өсім болады деп сенем, себебі бізде Starknet көргендеріңіздей ең төменгі басында менде Starknet'тен лонг аштым бүгін таңда аштым, кішкене өсім көрсетті. Менің ойымша бұл плюсқа жабылатын лонг деп санаймын, себебі Starknet ары қарай кететін болса бұл өте жаман. IMX-тен де менде кішкене лонг ашылды, бірақ көргендеріңіздей бізде төменде тағы да зона бар, яғни $0.21 дейін кетуі мүмкін бұл монета. Просто объемдар үлкейгеннен кейін менде ары қарай жоғары қарай шығатын сияқты ой болды. Енді қарайық, Starknet неге бізде альтсезон болады деп әлі санаймын мен. Қыстың соңына дейін менің ойымша Starknet міндетті түрде осы арналарға келеді. Ол неге? CoinMarketCap'тан ашып қарасақ болады Starknet'тің қазіргі жағдайын. CoinMarketCap'тан емес, кез келген жерден көруге болады негізі. Starknet ашамыз. Starknet дәл қазіргі капитализациясын қарасақ, көргендеріңізде $359 миллион. $359 миллион деген бұл Starknet'ке фондтардың салған ақшасымен бірдей былай шыққан кезде Starknet'ті минимум $1 миллиард, $2 миллиард дейін ешқандай қиындықсыз бара алады деп санаймын Starknet. Сол себепті де Starknet $360 миллион капитализация бұл Starknet үшін өте аз капитализациялардың бірі, яғни Starknet ары қарай тағы да осы жерлерге дейін келеді дегенге мен қатты сенбеймін, шынымды айтсам. Мүмкін, бірақ бұл рынокта барлық нәрсе болуы мүмкін, ол анализ жасап бұл нәрселерді қарай алмайсың. Яғни Starknet ешқандай қиындықсыз қайтадан осы жерге кетуі мүмкін. Әрине бұндай риск бар, сол себепті де менде соңғы кездерде портфель сатып алынып жатқан жоқ. Яғни менде портфель соңғы рет қателеспесем 2 ай деп алайық. 2 ай бұрын алынды. 2 ай бойы менде мысалы портфельде спотта ешқандай позиция сатып алынған жоқ. Менде тек қана фьюч қазір. Яғни фьюч менде көп емес, 20, 40, 50, 60, $70 ғана позиция ашылады. Ол уақытша, яғни менде стоп болатын болса, менің мысалға $70 мен позиция ашатын болсам, стоппен ол менің $10 минусқа кетеді. Яғни ал тейкпен жабылатын болса, ол маған плюс $20-25 алып келеді. Бұлай айтқан кезде кішкене лудомания деп айтуға болады, уақыт өткізу үшін. Себебі рынок ары қарай құлауы мүмкін. Сол кезде мен портфельді ары қарай өсіремін. Менде алдын айтқан, қателеспесем, соңғы видеолардың бірінде айтылған, мен декабрьден кейін портфельді ары қарай өсірмеймін деген, декабрьге дейін ғана өсірем деген жоқ. Қазір ол нәрседен айныдым. Менде портфель қазір $1228 болатын болса, $1000 төменге қарай кететін болса, мен қайтадан портфельді өсірем. Яғни менде қазір $3716 болса, мен $4000 дейін портфельді апарам. Әрине бұл жылы альтсезон болмайтын болса, менде портфель ары қарай жинала береді. Яғни тағы бір жылда менде $8000-10 дейін портфель жиналуы мүмкін. Бұл жылы бірақ мен альтсезон болады деп ойлаймын. Әрине қыстың соңына дейін бізде февраль айында плюс болады деп санаймын. Неге олай? Себебі биткоин менде алдыңғы видеода айтқан болатын, $100,000 жететін болса, $100,000 ары қарай өседі деп. Өкінішке орай биткоин $100,000 дейін жете алмады. Көргендеріңіздей почти $99,000 қайтты. Биткоин $100,000 өте көп шорт позициялар дайын тұрған, яғни өте көп инвесторлар, трейдерлар биткоинді шорт етуге $100,000 дайын тұрған. Өкінішке орай олардың шорттарын алып кетпеді. Олардың шорттарын алғанда мен міндетті түрде айттым, ликвидация оларды ликвидировать етеді деп. Яғни бізде $102,000, $110,000, $115,000, $120,000 дейін барады. Себебі олар шорт ашқан кезде әр трейдер әр түрлі ашады. Яғни кейбіреулер стоп лоссты мысалы $105,000 дейін қойса, кейбір инвесторлар әрине
мисалга ошол жерде 106 миңда зона барма, но 107-108 миң долларга дейин коет. Шорт осылай ашылат былайча айткан кезде. Бирок ол өтө үлкен убакытка шорт. Ягни бул циклда көп трейдерлер бул циклда 100 миң доллардан биткоин ары карай өспөйдү деп отыр энди. Ягни 100 миң долларга биткоин жететін болса, өте көп шорт позициялар ашылат. Ол үлкен суракка, ягни мен алдыңғы видеода айттым силерге Monero'ну өте узак убакытка шорт ашууга болот деп. Ягни мен өзүм шорт ашпадым, просто айттым. Мен оюма сол кезде сол нерсе келди. 650 доллардан мисалга бизде Monero'ну осылай шорт ашууга болатын еді. 220 долларга дейин мисалга. 220 долларга мен оюмча Monero әрине ары карай медвежка болатын болса, эч кандай кыйынтыксыз барат. Ал ары карай бычка болатын болса, Monero мен катты өсөт деп санамайм, 1000 долларга дейин баруу мүмкүн, ягни ошол жерлерге дейин баруу мүмкүн. Ягни бизде көргөндөрүңүздөй соотношение 2 бул былай кымылдап болот. Но осылай шорт ашып көрүүгө болатын еді Monero'ну. Бул кезде соотношение өтө үлкен 4, ягни 4x дейин сол шорт аркылуу табууга болатын болган. Әрине Monero'ну мен өзүм шорт ашпадым. Бирок шорт ашып предлагать еттим, себеби жаңагыдай жагдай. Zk, Zero секилди, Dash өтө көп монеталар мисалга жакшы өсүм көрсөтөт, обратно кайтады ордуна. Бизде осыган дейин бир кызык монета болгон. Атын унутуп калдым. Короче, осы Monero окшош монета тоже өтө жакшы өсүм көрсөткөн. Monero'нун алдында өкүнүчкө орай ол монета да кайтып өзүнүн төмөнгө нүктөлөрүнө кайтып жатыр. Энди вердикт былайча айткан кезде февраль бизде плюсовой ай болады. Февральда мен оюмча биткоин тағы да 100 миң долларга барып көрүүгө тырышады. Бирок әрине 100 миң доллардан ары карай өтөтүн болса, ол кезде бизде айталар да жакшы өсүм көрсөтөдү. Ягни февралдын соңуна дейин менин портфелимде мен өзү оюм минус азаяды деп санайм. Ягни 30-40% дейин минус болот. Ягни плюс 20-25% толук портфель косады деп ойлаймын. Мүмкүн кейбир монеталар 3x, 4x дейин берүү мүмкүн. Әрине февральда жакшы өсүм болуу мүмкүн деп санайм. Ары карай рынок кайтадан төмен кететін болса, ол кезде менде портфель жиноо кайтадан башталады. Ягни менде портфель жаңа айткандай 1000 доллардан төмен түсетін болса, мен кайтадан портфель сатып алатын боламын. Портфелде менде кандай монеталар енді сатып алынады. Оны келесі видеода айтам. Менде портфелде енді тағы да монеталар бар. Әрине Zkitink, Starknet бул жолу менде енді портфелде сатып алынбайт. Себеби Starknet менде почти 1000 долларга жатыр. Бір өзі. Zkitink 500 долларга жатыр. Ал Zero 300 долларга жатыр примерно. Бул 3 монета енді сатып алынбайды. Енді бизде акцент Ignlair'ге, Lido'га, Linea'га болуу керек деп санайм. Linea менде 62% минуста, Linea мен 2 рет сатып алдым. Я бир рет 100 долларга, бир рет 35 долларга. Әрине скоро 100 миң долларга сатып алдым деген әңгиме болуу мүмкүн. Баары жакшы болса, мен оюмча крипто рынок әлі де өсүүгө мүмкүндүк бар деп санайм. Free audio post production by alphonic.com